Сәлем достар, бүгін MySQL жайлы сабағымызды жалғастырамыз. MySQL реляциялық деректер қорын басқару жүйесі болғандықтан, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз реляциялық деректер қоры түсінігі. Біз бұнда тақырыпты толығымен қамтымаймыз, тек қана негізгі анықтамаларды қарастырып өтеміз. Ең алдымен реляциялық деректер қоры дегеніміз не? Ол деректердің реляциялық моделі негізіндегі деректер қоры. Яғни реляциялық модель дегеніміз не? Бұл жай ғана кестелік модель деп қарастыруға болады. Өйткені реляцияны ағылшынша жадын аударғанда ол қатынас деген мағынаны білдіреді. Ал қатынас бұл былайша айтқанда бұл кесте, яғни сәйкестендіру. Мысалға бір кестеде біз бір мәлімет сақтасақ, мұнда әр қатарда мәліметтер бір-біріне сәйкестікке қойылады. Яғни біз мұнда көріп тұрғанымыз мемлекеттер туралы кесте, яғни мемлекеттердің аттары мен олардың аудандары сәйкестікке қойылады. Осы негізде құрылған деректер қоры ол реляциялық деректер қоры болып табылады. Әрине мұнда көптеген анықтамалар жай кестеге қарағанда кеңірек, оның жұмыс істеу барысы да басқаша болады. Сондықтан да біз осы реляциялық деректер қорын түсінігінің негізгі анықтамаларын қарастырып өтеміз. Ең бірінші қарастыратын анықтамамыз атрибут. Атрибут дегеніміз не? Ол белгілі бір объектінің қасиеті. Ол былайша айтқанда кестеде бағанның атымен сәйкес келеді. Негізінен біз деректер қорында тек қана бір объектілер жайлы мәліметтер сақтаймыз. Бұлай абстракт ойлайтын болсақ, біз деректер қорында белгілі бір объектілер туралы мәлімет сақтаймыз. Яғни дәл сол мемлекеттер жайлы кестені қарастыратын болсақ, мысалға бір мемлекетті объект ретінде қарастырсақ, мемлекеттің өз қасиеттері бар. Яғни оның аты, ауданы, халық саны деген сияқты осының бәрі ол мысалға мемлекетті объект ретінде қарастырсақ, ол олардың қасиеттері болады. Атрибут дәл осы қасиеттерді білдіреді. Яғни біз қатынасты кестемен сәйкестендіретін болсақ, онда ол кестедегі баған аттарымен сәйкес келеді. Мысалға, мемлекеттің атауы, мемлекеттің ауданы, кестеде сақтайтын объектінің қандай қасиеттері болуы мүмкін екендігін білдіреді. Келесі анықтама ол атрибут домені. Атрибут домені атрибут қабылдай алатын мәліметтер типтері. Яғни белгілі бір реляциялық деректер қорында белгілі бір ереже бар. Яғни бір атрибутта тек қана бірдей типті мәліметтер сақталуы керек. Ол нені білдіреді? Мысалға, біз мына кестеде көріп тұрмыз, бірінші қатарда тек қана сандық мәліметтер тұр. Ал екінші қатарда тек қана мәтіндік тип. Ал үшінші қатарда тағы сандық типтер. Яғни бір атрибутта тек қана бірдей типті мәліметтер ғана сақталуы керек. Мысалға, біз мына жерде тек қана текстік мәліметтер келіп, біз онда бір сандық мәлімет немесе басқаша бір мәлімет сақтауымызға болмайды. Егер де бағдарламалау тілімен таныс болсаңыз, онда белгілі бір типтер, мәліметтер типтері бар, яғни integer, float деген сияқты. Бұл деректер қорында да дәл солай. Яғни белгілі бір атрибутта тек қана бірдей типті мәліметтер. Әрине, деректер қорын басқару жүйесі де бізге ол басқа мәліметтерді сақтауға рұқсат бермейді. Сонда да бұл негізгі ережелердің бірі. Келесі анықтама ол кортеж. Кортеж дегеніміз не? Белгілі бір объект туралы мәлімет беретін атрибуттың қабылдайтын мәндерінің жиынтығы. Кестеде қатарды білдіреді. Яғни кестенің қатарын біз кортеж деп қарастыруымызға болады. Бұл енді біз бағана айтқандағыдай белгілі бір объект туралы мәлімет толықтай бере алады. Бір кортеж және онда ол атрибуттарға бөлінген, әр атрибут сол объектінің бір белгілі бір мәліметтерін білдіреді. Келесі анықтама қатынас. Ең негізгі түсінік қатынас бұл кестемен сәйкес келеді. Яғни кортеждер жиыны. Белгілі бір кортеждердің белгілі бір жиынын біз қатынас деп қарастырамыз. Келесі анықтамамыз қатынастың сұлбасы.
Қатынастың сұлбасы бұл деректер қоры туралы, яғни деректерде қандай қатынастардың бар екенін қысқаша көрсетуге көмектеседі. Яғни қатынастың сұлбасы бұл атрибуттар жиынтығы, кестенің құрылымы. Біз бұнда тек қана атрибуттардың жиынтығы мен кестенің атын ғана қарастырамыз. Бұл бізге деректер қорында не сақтауға болатынын және онда қандай қатынастар бар екені туралы толық түсінік бере алады. Қатынастардың сұлбасы бұл мысалға деректер қорын зерттегенде өте үлкен көмек береді. Яғни реляциялық деректер қорында кестелер, қатынастар тағы да бір-бірімен байланыстырылуы мүмкін. Яғни осы қатынастың сұлбасы дәл осы қатынасты көрсетуге өте ыңғайлы. Мысалға бір мысал қарастырайық. Реляциялық деректер қоры құрылымының мысалы. Мұнда біз көріп тұрғандай негізінен мұнда көрсетілген қатынастардың сұлбалары және олардың бір-бірімен байланыстары. Яғни мұнда қарап, зерттеп мысалға деректер қорында не сақталады және олар бір-бірімен қалай байланысқан, соны түсіндіруге болады. Бұл байланыстар не үшін керек екенін қазір келесі анықтамаларды қарастырған кезде түсінікті болады. Енді келесі қарастыратын анықтамамыз ол функционалдық тәуелділік. Функционалдық тәуелділік негізінен атрибуттар арасында қойылады. Мысалға x атрибуты және y атрибуты біз кесте ретінде алатын болсақ, бұл осы екі атрибут болсын. Мемлекет аты және ауданы. Яғни мемлекеттің аты ол мысалға x атрибуты болсын, ал аудан y атрибуты болсын делік. Яғни y атрибуты x атрибутынан функционалдық тәуелділікте дейміз, егер де екі кортеж x атрибутының мәні бойынша сәйкес келсе, онда олар y атрибутының мәнімен де сәйкес келуі керек. Мысалға кез келген бір кортеж ала салайық, Ресей және оның ауданы. Егер де мысалға бізде тағы бір осындай кортеж болып, мемлекеттің аты Ресей болса, онда мына жердегі аудан ол да осы Ресейдің ауданымен сәйкес келу керек. Басқа ешқандай мән болмауы тиіс. Олай болмаса, біз x және y атрибуттары бір-бірімен функционалдық тәуелділікте деп айта алмаймыз. Функционалдық тәуелділік түсінікті деп ойлаймын, өйткені бұл нормаландыруды қарастырғанда өте керек болатын анықтама. Келесі қарастыратын анықтамамыз ол потенциалды кілт ұғымы. Бұл да реляциялық деректер қорының ең негізгі анықтамаларының бірі. Потенциалды кілт дегеніміз не? Қатынас атрибуттарының қайталанбастық және қысқартылмайтындық талаптарына жауап беретін жиыншасы. Бұлайша түсінікті тілмен қарастырғанда потенциалды кілтті белгілі бір мәліметті белгілеу ретінде қолданады деп түсінуге болады. Кестеде қарап тұрғанымыздай, мысалы Қазақстан мемлекетінің оның қатар саны 1, Ресейдікі 2, ақш-тікі 3. Осы мұнда қатар саны деген номер өзгермейтін болса, яғни мысалы 3-ші номер тек қана ақш-ты білдіреді, 5-ші номер тек қана Канаданы білдіреді. Яғни осылай белгілі бір мәліметті объектіні белгілей алатын атрибуттардың жиынтығын біз кілт деп атаймыз. Және мұнда тағы бір қарастыратын жағдай ол, егер қатынаста потенциалды кілттер бірнешеу болса, олардың біреуі негізгі кілт ретінде алынады. Сол кілт негізгі кілт деп аталады. Яғни түсінген болсаңыздар, белгілі бір қатынаста кестеде бірнеше кілт болуы мүмкін. Яғни біз кестенің өзінде көріп отырмыз, мысалға мемлекеттің аттары, олар да ешқандай қайталанбайды. Және олардың реттік номері де мысалға өзіміз солай алайық, қайталанбайды деп. Яғни олар да екеуі де потенциалды кілт бола алады. Бірақ сондай келісім бар реляциялық деректер қорында, олардың біреуін мысалға негізгі кілт ретінде таңдап аламыз. Негізінде практика жүзінде бастапқы негізгі кілттер программалық жолдармен генерациялар жасалады, немесе аутоинкремент дейді. Яғни әрбір мәлімет сақталған сайын жаңағыдай номері бір санға артып отырады. Яғни бұл мәліметтер қорымен практикалық жұмыс кезінде түсінікті болады. Потенциалды кілттердің тағы бір бізге қажет болатын түрі ол күрделі кілт. Яғни күрделі кілт ол бірнеше атрибуттан тұруы мүмкін.
яғни мысалға біз екі атрибутты аламыз да оны бір күрделі бір кілт ретінде қарастырамыз. Біз соны мысалы яғни бірнеше атрибуттан құрылған кілтті күрделі кілт ретінде қарастыруымызға болады. Ал енді біз негізгі анықтамаларды қарастырдық. Енді келесі тақырыпқа өтуімізге болады, ол нормаландыру тақырыбы. Әрине біз бұнда тек қана тақырыптарды тек қана шолып өтіп жатырмыз. Яғни бұл негізінен іргетас бола алады деген үміттемін бұл тақырыптар. Сондықтан да бұл тақырыптар жөнінде егер қызығушылық болса, былайша жеке оқуға болады. Өйткені бұл тақырыптар былайша айтқанда жеке курс болуы мүмкін. Яғни өте көп мәліметтер. Нормаландыру дегеніміз не? Нормаландыру деректер қорындағы қатынастарды нормалы формаларға сәйкес келетіндей етіп түрлендіру. Мұнда негізгі түсініксіз нәрсе ол нормалы форма дегеніміз не? Нормалы форма деректер қорындағы артық, яғни қайталанатын мәліметтерді азайтуға көмектесетін қатынастың қасиеті. Қысқаша айтқанда, ол қатынастарға қойылатын талаптар жиынтығы. Енді бір сұрақ туындауы мүмкін. Бұл нормаландыру мен нормалы формалар не үшін керек? Мәліметтерді сақтаған кезде негізгі қиындықтар мәліметтердің артық сақталуынан сақтану. Яғни бір мәліметті қайта екінші жерде сақталмаудан сақтану. Және мәліметтермен жұмыс істеуді жеңілдету. Өйткені деректер қорында өте үлкен мәліметтер сақтайтын кезде, яғни сақтайтын кезде ол өте жылдам істеу керек. Сондықтан да оның ондағы мәліметтердің сақталу түрі өте үлкен маңызға ие болады. Яғни осы нормалы түрге келтіру бұл бізді белгілі бір қателіктерден алдын ала сақтайды. Яғни бұлар мысалға MySQL, мысалға деректер қорын басқару жүйесі, ол рұқсат береді, яғни бізде белгілі бір нормалы формаларды сақтамауға. Яғни бұл нормалы формалар бұл белгілі бір заң секілді, яғни талаптар. Енді келесі қарастыратынымыз осы нормалы формалардың түрлері. Негізінен нормалы формалардың 6-7 өте көптеген түрлері бар. Біз негізінен оның 3 қана түрін қарастырамыз. Бұлар негізгі бастапқы нормалы түрлердің түрі болып табылады. Одан кейінгілерді қосымша қарастыруға болады. Бірінші қарастыратын нормалы форманың түрі ол бірінші нормалы форма. Қатынас бірінші нормалы форманы қанағаттандырады. Яғни қатынас бірінші нормалы формада тұр. Сонда тек сонда ғана, егер оның әрбір кортежі, әрбір атрибутта жалғыз ғана мән сақтаса. Яғни қатынасты кесте ретінде алсақ, әрбір ұяшықта жалғыз ғана мән болу керек. Бұны қалай түсінуге болады? Көбінесе біз кесте түрінде сақтағанда, мысалға бір ұяшықта бірнеше мәлімет сақтауға болады. Аты жөні, туған күні, мысалға бір адамның мәліметін сақтайтын кезде, мысалға аты жөні мен туған күнін немесе туған жылын бір екі кестеге бөлмеуіміз мүмкін. Яғни осы мәліметтерді кестелерге бөлу, яғни бір мәліметте бір ғана мәлімет сақтау, бұл өте маңызды. Өйткені бұл деректер қорымен жұмыс істеуді өте жеңілдетеді. Ал енді қатынасты кесте ретінде қарастырсақ, былайша айтқанда, кесте келесі шарттарды қанағаттандыру керек. Ол қатарлар реті өзінде ешқандай мәлімет сақтамайды. Бұл нені білдіреді? Яғни қатынаста қатарлардың қай ретпен орналастырғаны ешқандай мәлімет бермейді. Яғни олардың орнын ауыстырғанымен бізде мәлімет ешқандай өзгермейді. Ешқандай мәліметтің тұтастығына ешқандай әсер етпейді. Бағандар реті өзінде ешқандай мәлімет сақтамауы керек. Бұл да жаңағы тура қатарлар секілді бағандардың орны ешқандай бізде мәлімет бермейді. Олардың орнын ауыстыруы біздің мәліметтеріміздің тұтастығына ешқандай әсер етпеуі керек.
ешқандай қатар ешқандай қайталанбауы тиіс. Әрбір қатар мен баған қиылысы атрибут доменіне сәйкес жалғыз ғана мәлімет сақтайды. Осы талап ең негізгісі, яғни бір ұяшықта бір ғана мәлімет. Мысал қарастырайық. Мысалы, бізде осындай кесте бар: қызметкер және оның телефон номері. Көріп тұрғанымыздай, мысалға бір қызметкерде 2 телефон номер немесе 3, одан да көп телефон номер болуы мүмкін. Біз оны деректер қорында сақтағанда қалай сақтауымызға болады? Әрине, бір картриджде бірінші атрибутты қызметкердің атын жазып, екінші ұяшыққа біз барлық оның телефон номерлерін сақтауымызға болады. Бұл біздің бірінші норманы бұзады деп айтуға болады. Өйткені біз бір ұяшықта 2 мәлімет сақтап тұрмыз. Яғни қызметкердің 2 телефон номерін бір ұяшықта сақтап тұрмыз. Бұл қателікті қалай жөндеуге болады? Яғни бұл мәліметті 2 картриджге бөлу керек. Яғни дәл осылай. Қызметкер, оның номері, қызметкер және оның номері. Бұл жағдайлар негізінен кейін практикалық жұмыстар жасаған кезде түсінікті болады. Қазір былайша не үшін бұлай керек, не үшін бұлай бөлек алуымыз керек түсініксіз болуы мүмкін. Яғни біз осындай түзету жасаған соң, енді әрбір ұяшықта бір ғана мәлімет сақталып тұр. Бірінші нормалы форма түсінікті деп ойлаймын. Негізінен бұл ең оңай формалардың бірі. Енді екінші нормалы форманы қарастырайық. Екінші нормалы форма дегеніміз не? Қатынас екінші нормалы форманы қанағаттандырады. Сонда тек сонда ғана, егер ол бірінші нормалы формада болса, және оның әрбір атрибуты потенциалды кілттен толық функционалдық тәуелділікте болса. Мұнда түсініксіз болуы мүмкін. Толық функционалдық тәуелділік дегеніміз не? Біз алдын функционалдық тәуелділік дегенімізді қарастырып өттік. Енді толық функционалдық тәуелділік дегеніміз, бұл біз потенциалды кілт қарастырған кезде айттық, күрделі кілт болуы мүмкін. Яғни күрделі кілт ол бірнеше атрибуттың жиынтығы. Бірде мысал қарастырайық. Мысалға, мына жерде кілт ретінде қызметкер мен оның лауазымы алынған. Яғни біздің кілтіміз 2 атрибуттан тұрады. Потенциалды кілтіміз қызметкер және лауазым. Мұнда жалақы тек қана қызметкерден функционалдық тәуелділікте. Мұнда жалақы осы 2 күрделі кілттен тәуелді. Яғни Саматов ол жайғастырушы болса, оның жалақысы мынандай, Андреев ол программист, оның жалақысы мынандай. Ал компьютердің барлығы ол бұлай емес. Өйткені, мысалға айтайық, компьютердің барлығы ол лауазымға байланысты анықталсын. Яғни егер қызметкер жайғастырушы болса, оған компьютер жоқ, яғни оның компьютері болмайды. Егер ол программист болса, оның компьютері бар. Ал компьютердің барлығы қызметкердің аты жөнінен, яғни қызметкер атрибутынан ешқандай тәуелділікте емес. Яғни көріп отырғанымыздай, компьютердің барлығы біздің күрделі кілттің құрамына енетін бір атрибуттан тәуелді болып тұр. Яғни дәл осы жағдай біздің толық функционалдық тәуелділік деген анықтаманы бұзады. Өйткені жалақы бізде 2 атрибуттан тәуелді, яғни бұл толық функционалдық тәуелділікте. Ал компьютердің барлығы ол
біздің кілттің құрамына кіретін бір атрибуттан ғана тәуелді, яғни толық барлық күрделі кілттен емес, оның құрамына кіретін бір ғана атрибуттан. Яғни осы қателік деп айтуға болады, өйткені ол екінші нормалы форманың талабына жауап бермейді. Оны қалай түзеуге болады? Ол үшін біз бұл кестені екі кестеге бөлуіміз керек. Яғни екі кестеге бөлеміз. Екінші кесте ол лауазым мен компьютердің барлығынан тұрады. Мұндағы кілт ретінде лауазым болады. Яғни біз бірінші кестедегі толық емес функционалдық тәуелділікті жойдық және оны басқа жеке кестеге шығардық. Яғни екінші нормалы форма талаптарын бұзатын кестелерді екі немесе одан да көп кестеге бөлу арқылы туралауға болады. Келесі қарастыратын нормалы форманың түрі ол үшінші нормалы форма. Қатынас үшінші нормалы форманы қанағаттандырады. Сонда тек сонда ғана, егер ол екінші нормалы формада болса, және оның ешқандай атрибуты потенциалды кілттен транзитивтік тәуелділікте болмаса. Әрине мұнда таныс емес сөздер көп болуы мүмкін. Транзитивтік тәуелділік дегеніміз не? Транзитивтік тәуелділік дегеніміз, мысалы, бізде осындай кесте болсын: қызметкер, бөлім және бөлім телефон номері. Мұнда біз потенциалды кілт ретінде қызметкердің атын алайық. Ал мұнда көріп тұрғанымыздай, бөлім біздің қызметкерден, бөлім атрибуты қызметкерден функционалдық тәуелділікте, яғни мысалы бөлімнің мәндері қызметкердің кім болуына байланысты, ол қандай бөлімде жұмыс істейтініне байланысты. Ал назар аударыңыздар, үшінші атрибут бөлім телефон номері бізде қызметкерден емес, бөлімнің қандай болуынан тәуелді. Яғни бізде үшінші атрибут потенциалды кілттен емес, ал кестедегі белгілі бір атрибуттан тәуелділікте болып тұр. Ол дегеніміз бөлім телефон номері бөлім атрибутынан тәуелді, ал бөлім өзі потенциалды кілттен тәуелді. Яғни біздің үшінші атрибутымыз қызметкер атрибутынан потенциалды кілттен транзитивтік тәуелділікте болып тұр. Яғни осы жағдай бізде транзитивтік тәуелділік деп аталады. Транзитивтік тәуелділіктен қалай құтылуға болады? Бұл да дәл екінші нормал формадағы сияқты, мысалға екі кестеге бөлуге болады осы жағдайда. Яғни бөлім мен бөлім телефон номерін жеке кестеге алып шығамыз, ал қызметкер мен бөлім туралы ол да жеке кесте болады. Бұл үш нормалы форма негізгі бастапқы нормалы формалар болып табылады. Яғни бұл біз бастапқы жұмыс бастаған кезде ең негізгі осы талаптарды сақтануға тырысамыз. Бүгінгі сабақта қарастыратын тақырыптарымыз осы. Егерде кейбір тақырыптар, анықтамалар түсініксіз болып жатса, осы сабаққа комментарийлер күтемін. Және бұл атрибуттарды қарастырып өту, яғни жылдам қарастырып өтудің негізгі мақсаты ол мысалға бір деректер қоры туралы кітап оқуға белгілі бір көмектеседі деген үміттемін. Өйткені көптеген кітаптарда мысалы ғылыми тілмен атрибут мындай, картеждер былай деп айтып кетуі мүмкін. Соған көмектеседі деген үміттемін. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.